Осындай ерекше тойбастарды жасауды үйренейік. Әдеттегідей шаблондарды жиек бойымен қиып шығамыз. Ішкі сызықтар үстімен беговка жүргіземіз. Одан кейін барлық бөліктерді ішке қарай қайырып бүгеміз. Қораптың қабырғаларын желім көмегімен жабыстырамыз. Жұмыс барысында қағазды қолмен қатты баспай, ұқыпты жұмыс жасаймыз. Айтпақшы, менің қолданып отырған қағазым 210 грамдық фотоқағаз. Оның қалыңдауына да шығарса болады. Лента жабыстыруға кірісеміз. Біреуі қақпағының төменгі жағына жабысады. Сол лентаның үстінен қораптың өзін жабыстырамыз. Әбден жабысқанша дейін қолмен басып отырыңыз. Екінші лентаны қақпақтың жоғарғы жағына жабыстырамыз. Ішіне кәмпитті салған соң лентаны байлаймыз. Қорапты қақпағына жақын орналастырып, және екі жақтағы ара қашықтықты ескере отырып жабыстырамыз.